Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын фри жасаймыз. Ең алдымен бізге қажетті заттар 3 картоп, оны соломка етіп, осылай турап аламыз. Картоптарымызды мұздай сумен крахмалын кетіріп, жуып аламыз. Жуып болғаннан соң салфеткамызға қойып, суын сырғытып аламыз. Жақсылап кептіріп аламыз. Одан соң қызып тұрған табамызға майымызды құйып, қызған майымыздың үстінен картошкаларымызды салып, қызарғанынша қуырып аламыз. Отымыздың асты қатты болмау керек, орташа отта қуырып аламыз. Мені қолдап кетіңіздер, лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетеміз. Осылай қызарғанынша қуырып аламыз. Біздің фрилеріміз дайын. Енді үстінен тұзымызды себеміз. Барлық картошкаларымызды осылай қуырып аламыз. Біздің фриіміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.